Kanalıma hoş geldinizler. Bugün bizler lagman, қазақша lagman pişiremiz. Lagmanға Pekin орам жапырағы, түрлі түсті болгар переці, қызанақ керек. Pekin орам жапырағын біздер оның тек қана ортасында ағын қатты жерін аламыз. Екі жанында жұмсақ жерін оны Сездір салатына, басқалай да салаттарға алып қаламыз салаттар жасауға. Мысалы, осындай лагман жасаған кезде қосымша салат жасауға да болады, Сездір салатын жасауға болады. Жаңа ортасында ағын қатты жерін біздер үшбұрыштап турап аламыз. Каналыма тіркелмегендеріңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Алда болашақта тағы да жақсы видеолар түсіргенде сізге көрініп тұрады. Болгар перецін ішін ақ жерлерін алып тастаймыз. Бұны да үшбұрыштап тураймыз, ақ жерлерін алып тастап. Болгар перецінің үш түрі болған әдемі болады. Сары, жасыл, сосын қызыл емес, енді морковный цвет дейді, сәбіз түстес цвет болса, үш түрлі жақсы болады. Оларды да ұзыншалап үшбұрыш етіп турайсыңдар. Сосын жуанды ірі етіп оны турайсыз, ірі етіп. Қызанақтың ортасына алып, жұмсақ жерін алып, оны былай қосасыз. Сыртқы қабығын оны тоже үшбұрыштылап тұраңыздар. Каналыма тіркелмегендеріңіз тіркеліп қойыңыздар. Болашақта түрлі тағамдардың рецептісін салып отырамыз, сонда сізге көрініп тұрады. Бәрін үшбұрыштап әзірлеп аламыз. Ішінің ортасын, қызанақтың ортасын айттым, жұмсақ жерін алып, таза нетіп бөліп аласыздар. Оны жаңа қуырылған етке жұмсақ жерін сау жеріңізге болады. Сосын фасоль, стружковый фасоль дейді ғой енді. Сондайды, оның қатырылып қойылған түрі де бар, былай свежий түрі де бар. Менде енді қатырылып қойылған түрі. Етімізді қуырамыз, оған қызанақтың ішкі несін саламыз. Сосын жуанын саламыз, араластырып, кішкене 5-10 минут бұқтырамыз. Сосын 5 минут бұқтырғаннан кейін оған жаңа Пекин орам жапырағын салып, 2 ас қасық томатымызды салып, араластырып, оны да 10 минуттай бұқтырамыз. Кішкене су қосып жіберіңіз, қайнаған су қосып жіберіңіздер. Содан кейін барып, кішкене бұқтырылып, 10-20 минут бұқтырылғаннан кейін барып, болгар перецін, қызанағымызды, сосын фасолімізді салып жібереміз. Салып 10 минуттай бұқтырып аламыз. Етті алдын ала маринадталып қуырылған, қуырып аламыз маринадталған етті. Оны маринадталған етті мен сіздерге видеосын саламын. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл лагманды біздер спагеттимен берсеңіздер өте дәмді болады.